осы Рамазан айында жасаған тілек, дұғалары қабыл болсын. Мұсылман адам жаман дұға жасамайды. Сондықтан мұсылманның әрбір дұғасы адам үшін ол пайдалы дұға. Хидаят сұрасақ та біреуге, біреуді тура жол сұрасақ та, міне бұл жақсылық. Сондықтан Алла тағала осы Рамазан айында мұсылмандардың жасаған дұға тілектерін қабыл етсін. Жақсы сөз айтайық, жаманшылықты тастайық. Алла тағала біздерді осы міне аман есен Рамазанға жеткізді. Осы енді біз қысқаша мен сіздерге біраз осы Рамазандағы қажетті болған нәрселерге тоқталып өтейік. Енді біріншіден сіздер білесіздер, бұл Рамазанның фарыз болуы. Ол жайында Алла субханау тағала Бақара сүресінде айтады: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лағаллакум таттақун». Бұл бірінші аят. Міне бұл Рамазан айының оразасының әрбір мұсылман адамға, балағат жасына жеткен, оразаны ұстау фарыз екендігін көрсететін аят. Бұл білесіздер, хижреттің 2-ші жылында мұсылмандарға фарыз болған Алла тағаланың 5 фарызының бірі Рамазан оразасы. Бұл біздің мойнымыздағы міндетіміз. Осы жерде Алла субхана тағала айтып жатыр: ей иман келтіргендер дейді. Я айюхаллазина аману. Кім ол иман келтіргендер дейді? Бұрынғыларға ораза фарыз етілгенде, сендерге де ораза фарыз етілді дейді. Яғни бұл жерде ғалымдарымыз айтады, демек бұл ораза ұстау бізге дейінгі үмбетке де фарыз болғандығын көрсетеді. Ал енді бұл жерде бұрынғыларға фарыз етілгенде, сендерге де фарыз етілді дегенде, дәл бізден алдыңғы қауымда дәл осындай ораза болды деуге ешқандай негіз жоқ. Мүмкін біреулерінікі 15 күн болды ма, біреулерінікі одан аз болды ма, мүмкін біреулерінікі айдан көп болды ма. Ол шариғат адамның, қоғамның, заманның уақытқа қарай ол өзгеріп тұратындығын сіздер білесіздер. Ал енді сондықтан ол әр қауымның өзінің уақытына сай оразасы болған, шариғаты болған, яғни оның ішіне ораза да кіріп кетеді. Сондықтан бізден алдыңғы қауымда біз секілді осылай бір ай күн таң атқаннан алдын күн батқанға дейінгі аралықта ораза дәл осылай ұсталды деу, оған ешқандай негіз жоқ. Бірақ оларға да біз секілді ораза фарыз болды. Ол қандай ораза? Одан біз сұралмаймыз. Бірақ бізге жүктелгені осы Рамазан айындағы Рамазан айы туып, Рамазан айы батқанға дейінгі аралықтағы біз жаңағы оразаны ұстап шығуымыз керек. Енді және аятта айтты: лағаллакум таттақун. Міне бұл ғалымдарымыз айтады, бұл оразаның негізгі Құдайдың көздеген мақсаты осы. Яғни біздерді тақуалыққа жеткізу. Ал енді бұл осы аяттан біз оразаның фарыз екендігін біз анық көрдік. Яғни кутиба айфурида алейкум, сендерге фарыз болды. Алла міндеттеп жатыр. Бұл адамның талқыға салатын нәрсесі емес ол. Құдайдан бұйрық келді ме, біз орындауымыз керек. Яғни ораза ұста деді ме, ораза ұсталу керек. Енді 2-ші аят бар. Бұл да сол оразаға қатысты аят. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Бұл қандай шақыр? Рамазан деп біз асыға күттік. Аллахума баллиғна Рамадан деп пайғамбарымыз дұға қылатын еді. Я Аллахым, біздерді аман есен оразаға жеткіз деп. Сондағы біздің бұл не ай бұл? Со таңертең ауызды жауып ап, шамға дейін жаңа іштен ішпей жүру айы ма? Жоқ. Бұл айдың қасиеттілігі неде басқа 12 айдан? Шахру Рамадан, Рамазан айы сондай бір ай, унзила фихил Құран, ол айда Құран түскен ай. Міне құрметті ағайын, бұл Құран айы. Құран оқиық, Құранға ден қойайық, Құранға махаббат қойайық. Сол Рамазан айының Ләйләтул Қадыр түнінде түскен Құран. Сондықтан түнде тұрып оқу ол Құран. Құран түнде түскен. Ләйләтул Қадыр дейді. Яғни Қадыр түнінде. Рамазан айының Қадыр түнінде Құран түскен. Сондықтан қасиетті бұлай.
Қараңыздар, Құран түсу себепті бір ай қасиетті болды. Ал егер біз оны оқитын болсақ, оған амал ететін болсақ, біздің мәртебеміз көтеріледі. Сондықтан міне құрметті ағайын, бұл Құран айы келген. Имам Мәлик рахимахулла, бұл кісілер хадис танушы, көптеген хадис риуаят еткен адамдар. Бірақ сол кісілерден келеді, не дейді? Біз имам дейді, Рамазан кіргенде дейді, хадис риуаятын тоқтататын дейді. Бітті, Құранға кіреді дейді. Көптеген ғалымдар солай болған. Көптеген хадис ғалымдары хадис зерттеумен, хадис жеткізумен, хадис оқумен, хадис алумен айналысып дейді, қалай Рамазан кіреді дейді, бәрін сиырып қойып, Құранға отыратын дейді. Құранға отыратын дейді. Имамымыз Абу Ханифа рахимахулла күніне 2 қатым, 30 күн Рамазанда 60 қатым жасайтын болған. Бұл Құран айы ағайын. Бұл ішіп жеу қай жерде ауыз ашар береді. Ол ауыз ашарда борыш бере ме? Басқа бірдеңе бере ме? Ол емес біздің. Бұл Құран айы. Құран білмесек Құранға түсек. Араб тілінде оқи алмасақ, мұғалім сәниді оқиық. Тәжвид білмесек, тәжвид үйренейік. Осы оразаға дейін 2-ақ сүре білетін болсақ, осы орадан шыққанша жоқ дегенде жарты пара, тіпті 1 пара біліп шығатындай ниеттену керек. Құран айы ол. Сондықтан бұл Құран айында біз көбірек не істеуіміз керек? Құранға ден қоюымыз керек. Міне үлкен ғұлама имамдарымыздың өзі Рамазан айы келгенде бүкіл дәрісін жиып қойып Құранға түсетін болған. Бұл қысқантай ғана уақыт, азақ уақыт. Худан линнас, адамдарды тура жолға бастайтын, адамдарға тура жолды көрсететін Құран түсті. Ва байинатин минал худа вал фурқан, ақиқатты, туралықты ашып, дәлелдеп беретін Құран түскен ай. Ол сондай ай бұл. Фәмән шахида минкум шахра фәлиясум. Ал енді кімде-кім Рамазанның айын көрсе, Рамазан айының кіргендігін көрсе, фәлиясум, ол ораза ұстасын дейді. Уаман кана маридан, ал енді кім ауырып қалды? Ау аля сафарин, сапарда болып қалды. Фағиддатун мин айямин ухар, оны басқа күнде өтеп береді. Басқа күнде өтеп береді. Міне құрметті ағайын. Сондықтан өзі ас-сиям дейді. Арабшада асем кутиба алейкум ас-сиям деп атайды. Сендерге сиям парыз болды. Яғни ораза деген сөз. Ол сиям деген сөздің мағынасы әл-имсак. Тосылу, өзін ұстау дегенді білдіреді. Ал енді шариғаттағы ұғымы не ораза дегеннің? Әл-имсаку анил муфтират минал фәжр иля ғуруб шамс. Ол жаңағы таң қылаң берген сәттен күн батқанға дейінгі аралықта адам өзін ішіп жейтін нәрседен тосылуды айтады. Енді осыған байланысты біз хадистерге тоқталайық. Бұл ораза өте ерекше ай. Алла субханала тағала хадис құдусида былай дейді. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Қала Аллаху азза ва джалла. Өзі хадистің мәтінінде көрініп тұр. Бұл мағынасы Алладан, сөзі пайғамбарымыздікі. Яғни Алла, оның елшісі айтып жатыр, хадис құдуси. Күлі амалы ибн адам лаху. Адамның әрбір амалы өзі үшін дейді. Илля сиям дейді. Тек ораза дейді. Фа иннаху ли, ол мен үшін дейді. Ва ана әджзи бих. Көрдіңіздер ме? Намаз емес, зекет емес, қажылық емес, ораза мен үшін дейді. Оразаны мұнафық адам ұстамайды. Ол жынды емес. Ораза ұстап қиналатын. Оразаны Құдайға иман келтірген адам ғана ұстайды. Сондықтан Алла тағала айтып жатыр, оның сауабын мен берем дейді. Ол атақ жинайтын ғибадат емес бұл. Бұл өзіңді көрсететін бір ғибадаттың түрі емес. Сондықтан айтып жатыр, ораза мен үшін дейді. Ол Құдайға үшін ғана ұстайды адам оразаны.
Ал намазда адам оқи береді. Ойбай, бәлейше намаз оқып жүр екен де, қазір келе жатты да, сен мен кіре салды, дәреті бар ма, жоқ, бұнда шарбаш, тұрып оқи салады. Мына кісі намаз оқиды екен деп қаламыз. Қажылыққа бара салады. Ана кісі қажылыққа барып дей саламыз. Бірақ ораза ұстау оңай емес. Сондықтан Алла Субхана тағала айтады, бұл ораза. Сондықтан мұнафық адам намаз оқи салады қазір семен. Дәретке кіреді, дәретті де ала салады. Бірақ ол ораза ұстамайды. Мүмкін сенің алдында оразамын деп айтқан шығар. Мүмкін таңертең түске таман үйіне шай ішіп келген шығар. Ол ораза болып есептелмейді. Ораза деген сөз таң атқаннан күн батқанға дейін аузы жабық болу керек. Оны мұнафық адам ұстай алмайды. Сондықтан оразаны тек иман келтірген Құдай үшін ғана ұстайды адам. Құдай үшін ғана ұсталады. Сондықтан оның сауабын Алла Субхана тағала не деді? Мен өзім беремін дейді. Оны ешкім білмейді. Біз білеміз, қазір 5 шамды оқыдық, 27 есе сауап дедік. Оразан күн ешкім өлшей алмайды. Неге? Мысалы қараңыздар, сен сәрес іштің да үйде оңаша қалдың, немесе тауда, дүзде, қай жерде болмасын. Сен неге бірдеңе ішіп жеп қоймайсың? Сені ешкім көріп тұрған жоқ, бірақ адам оны істемейді. Өйткені ораза Алла мен пенденің арасындағы келісім. Айтты, ішпеймін дейді, сәресін ішіп алады. Алла мен ішпеймін дейді, шам келгенше ішпейді. Міне сондықтан Алла айтып жатыр, ол ораза менікі дейді. Яғни пенде мен үшін істеп жатыр. Сол үшін уа ана әжзиби, оның сауабын мен берем дейді. Сондықтан ол оразада ауыз бекіту, ол иманның күші ғана. Құдайға деген сенім. Ешкім көріп тұрған жоқ, ол жей басады. Тығылып бірдеңе ішіп басады. Басқа бөлмеге келдің, әжетханаға бірдеңе ұрттап алдың, болды. Сен ешкім көріп отқан жоқ. Бірақ сен оны істемейсің. Оны істемейсің. Өйткені сен Құдайға серт бердің. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл ораза, ол үлкен ғибадат. Ол сіздер бұл оразаның сауабын ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Алла не береді? Не істегісі келеді? Сенің ұстаған оразаң үшін, ол Құдайдың құзырындағын. Міне сол Алла уәде еткен сауапты Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Қараңыздар, біз июннің келесі жылдан кейін июннің оразасы бітеді. Ол оразаға қайтып келу үшін 33 жыл екенді. Мен тірі болсам 71 деңгейде болады екен. Тірі болсам, әйтпесе жоқ. Сондықтан өзі адамға бір мезгілдегі ораза 1-2 рет қана беріледі екен. Шілден өтіп кеттік. Осыдан 2 ораза алдын шілден өтіп кеттік. Енді ол шілдеге қайтып келу, айттым ғой, мен 71 деңгейде болам. Ол кезде бармыз ба, жоқпыз ба, оны Алла біледі. Мүмкін арамыздағы біреу отырып, сол кезде айтар. Міне бұрын осында 2005-2016 жылдары біз шілдеде ораза ұстағанбыз. Сол кезде бір 30-31 теңге бір жас ұстаздар болатын еді. Келесі оразға жетпей қапты ғой дейсің да. Қазір қысқа қарай жеңілдеп келе жатыр ғой. Қайтып біз шілдеге жетеміз бе? Сол шілденің оразасын бәрін көрдіңдер, барлықтарыңыз ұстадыңыздар. Енді сол қайтып сол оразаға жетеміз бе, жетпейміз бе? Оны бір Алла ғана біледі. Пешенемізде жазылған болса, жетеміз, жазылмаған болса, осыған дейін ұстаған оразамыздың Алла сауабын нәсіп етсін. Солай өмір деген. Сондықтан бар уақыттың қадірін біліп ұстап қалайық. Бар осы уақытқа жеткізді Құдай мені бізді. Жеткізді. Біз мүмкін ойлап отырмыз, біз анау 30 жылдан кейінге келген шілденікін ойлап отырмыз. Мүмкін келесі жылғы оразаға, мүмкін осы жылғы оразаны толық ұстамаймыз. Алла біледі оның бәрін. Біз ештеңе білмейміз. Сондықтан Омар радиаллаху анху айтады ғой, ертең өлетіндей ғибадат етіңдер, мәңгі өлмейтіндей қызмет етіңдер дейді. Мәңгі өлмейтіндей қызмет ету керек, бала-шаға, отанға, елге, жерге. Ертең өлетіндей ғибадат ету. Ғибадатты сырып қоюға болмайды. Ертең оқимын, арғын оқимын, арғын ұстаймын деген секілді. Біз білмейміз, бір күн кетіп қаламыз. Уассияму джуннатун дейді. Пайғамбарымыз айтады, ораза қорған дейді. Шынымен де бұл қорған. Сондықтан оны 70 жылға дейді, жүзін жаханнамнан аулақ етеді. Сондықтан ол ораза қорған.
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ. Қайсы бірінің оразаның күнінде болсаңдар, жаман сөз айтпасын дейді. Боғауыз сөз айтпасын, жаман сөз айтпасын дейді. وَلَا يَسْخَبْ, ашуланбасын дейді. Ашу шақырмасын дейді. Қызара бөртіп, сініп, кебініп. فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ. Ал енді кімде-кім балағаттап қол көтерсе, فَلْيَقُلْ, онда айтсын дейді. إِنِّي صَائِمٌ, мен оразамын деп. Жаңағы оразамын деп, яғни жаманшылықтан бізді құтқарады. Сонтан ораза қорған деп атыр бізге. О жерде мен оразамын, оразадан ауыз ашқасын кел деп әңгіме айтпайсың да? Мен сен қазір тұра тұршы, ауыз ашып алайық шамда, содан кейін сөйлесейік, қаскелеңге кел деген секілді әңгіме болмайды ол. Түсінсіз, қазір оразамын, так что ауыз ашқаннан кейін кел деп жаңағы, жоқ, олай емес. Инни сайым, мен оразамын. Маған жаман сөз айтпа, ол жаман сөз айтпау керек. Уәлләзи нәпсі Мұхаммадын бияди. Аллаға ант етемін дейді. Бай Мұхаммедтің жаны оның иелігінде болған, яғни Алланың иелігінде болған, жаным Алланың иелігінде, яғни Аллаға ант етемін дейді. Ла хулуфу фәмі саими атябу индаллахы мен райхыл миск дейді. Әлгі ораза ұстаушының аузынан шыққан жағымсыз иіс дейді, Құдайдың құзырында мисіктен де күшті. Бұл да тағы бір оразаның қасиеті. Жай уақытта пияз жеп адам мешітке кіру не болады? Макрух болады. Макрух болады. Ал бірақ оразада шыққан аузыңнан жағымсыз иіс, ол сауап болады. Өйткені ол Құдай үшін ғана ұсталып атқан нәрсе. Мешітке адам келе береді, көрінейші, мына 5 уақыт намаз оқып жүр екен деп айтсын деп келе беруі мүмкін. Аузын сасығанына қарамай. Түсінсіздер ме? Ол жаңағы оразаның құрметіне, бұл оразаның ұстаған адамның аузынан шыққан жағымсыз иіс, енді күні бойы асқазанда ештеңе болмайды, түстен кейін ана адамда иіс пайда бола бастайды. Бірақ ол иісті жеркенбеуіміз керек. Ол іш Құдайдың құзырында мисіктен де күшті. Бәрі міне шариғатымызда көрсетілді ғой. Лиссаими фархатан дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала айтып отыр хадис құдуси ғой. Ораза ұстаушының 2 қуанышы бар дейді. Яфрахухума, ол сол 2 қуанышпен қуанады дейді. Біріншісі иза афтара фариха би фитрихи. Біріншісі дейді ауыз ашқанда қуанады. Қуаныш. Уайза лақия раббаху фариха би саумихи. Екінші қуанышы дейді, ол Құдайын көрген кезде дейді. Сонда ораза ұстаған үшін қуанады екен адам. Бірі ауыз ашқанда қуанышы, шөлдеп, шалдығып, аман-есен жетіп, Құдайдың алдында уәдесін ұстап, алхамдулилла атқардым, бүгінгі уәдемді бұзып алмай деп, ана қуанып бит, суды мейірленіп ішкен кездегі қуанышың бар. Оны ораза ұстаған адам ғана біледі. Екіншісі, Құдайына жолыққан кезде сол ораза ұстағандығы үшін қуанады. Бір адамның өмірінде болады ғой, алай ананы солай істегенім қандай жақсы болған деген бір сәттер болады ғой, бір өзің бір аң-таң болып жаңағыдай алай болғанда алай болып кетпеген, бірақ қалай деп өзің сондай сәт болады. Сол міне 2 қуаныш дейді. Алла тағала сол қуаныштардан бізді айырмасын. Муттафақун алейх, Бухари мен Муслимде келген хадис. Енді екінші бір Муслимде келген риуаятта осы хадис былай деп келеді. Ятруку тағамын тастайды дейді, ішіп отырған. Ва шарабуху дейді, сусындарын тастайды, күнделікті ішіп жүрген. Ва шахватаху, шахватын басады. Мен әжли, мен үшін дейді. Ішіп отырған тамағын ішпейді ол. Таң азан айтты ма, бітті. Тамақ іштесең ішпейді. Мына судан іштесең ішпейді. Келіншек кеш десе бармайды. Не үшін? Мен әжли, Алла тағала ол оны мен үшін істеп жатыр дейді. Ва ана әжзи би, оның сауабын мен берем деген екен. Бұл Муслимде келген риуаятта осылай айтады. Енді екінші бір хадисте осы оразаға қатысты. Ва анху ай Аби Хурайра Әнна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қала. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Бұл да муттафақун алейх, имам Бухари мен Муслимде келген хадис.
Мән әнфақа заужайни фи сабилиллахи нудия мин абуабил джаннати. Енді кімде-кім Алла жолында екі нәрсені садақа жасаса дейді, ол жәннаттың есіктерінен шақырылады дейді. Мына есіктен кір, мына есіктен дейді. Енді бұл екі нәрсе не деген кезде хадиске түсіндірме беруші айтады. Мүмкін екі түйе болуы мүмкін, мүмкін екі сиыр болған болуы мүмкін, мүмкін екі қой болған болуы мүмкін, немесе екі құлды азат еткен болуы мүмкін. Әйтеуір екі жақсылық дейді. Я Абдалла. Одан кейін пайғамбарымыз айтты: ей Абдулла, хаза хайрун, міне жақсылық осы дейді. Фәмән кана мин ахлис салати дуғия мин бабис сала. Кім намаз оқып жүрген болса дейді, ол намаз оқитындар кіретін есіктен шақырылады дейді. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِحَادِ دُغْيَ مِنْ بَابِ الْجِحَادِ. Ал енді кім Алла жолында шахид болған болса, ол шахидтер есігінен шақырылады дейді. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُغْيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Ал енді кім ораза ұстаушы болса, ол райян есігінен шақырылады дейді. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُغْيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Ал енді кім игі садақа жасап жүрген болса, ол сол садақа берушілердің есігінен шақырылады дейді. Қала Абу Бакр радиаллаху анху. Осы кезде Абу Бакр радиаллаху анху айтады: Я би аби анта ва умми я Расулаллах. Әке ата-анам сенің жолында құрбан болсын. Ва Алланың елшісі: Ма ала ман дуғия мин тилкал абуаби мин даруратин. Жақсы, әр қайсысы садақа, ораза, қажы жаңағы намаз есігіне шақырылып жатыр ғой. Хәл юдға ақадым мен тилкал абуабы күллиха. Ал бірақ сол есіктердің барлығынан бірдей шақырылатын адам болама деп айтты. Жақсы, намаз оққан намаздан шақырылып жатады, оразадан шақырылып жатыр. Бірақ сол жәннаттың 8 есігінен бірдей шақырылатын бар ма деген кезде, фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи салам, пайғамбарымыз айтады: нағам дейді, бар дейді. Ва аржу ан такуна минхум. Және сұраймын Алладан сенің сол сен болуыңды деген. Міне Абу Бакр радиаллаху анху осы бүкіл есіктен шақырылады. Единственный адам. Пайғамбарлардан кейінгі ұлы адам Абу Бакр радиаллаху анху. Пайғамбарымыздың жанында ең көп болған адам. Осы радиаллаху анхудан не бары 3-4 хадис келген. Абу Бакр радиаллаху анху. Пайғамбардың атынан жалған бір нәрсені айтпаған сөзді қосып қаламын деген сақтықтан айтпаған дейді. Қараңыздар. Біз аузымызға келгенді айтамыз. Соны пайғамбар айтты: "Ва аржу ан такун." Мен сұраймын дейді. Сен солардан боласың. Яғни сен сол боласың, сол есіктердің бәріне шақырылатын дейді. Міне осындай Абу Бакрдей болуды Алла нәсіп етсін. Біз боламаймыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, қандай дана сөз айтқан ағай. Бола алмаймыз, бірақ тырысайық. Садақада жарысқан сахабалар Абу Бакрге жете алмаған. Батыр болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам дүниеден өтіп, оны мұсылмандар бір ауыздан Абу Бакрды халифа сайлаған кезде жаңағы мұнафықтар шықты. Намаз оқиық, ораза ұстайық, бірақ зекет бермей қойайық деді. Сол кезде Абу Бакр не деді? Ісім сендермен болсын деген. Сол жаңағы мұнафықтармен. Сонда кейбір сахабалар келіп айтты дейді, үлкен сахабалар ғой енді. Омар, жаңағы Али батыр, Халид сынды. Абу Бакр, момындардың пайғамбардың орынбасары, халифа. Өйткені бір ай алдын пайғамбарымыз әскерді Рум жаққа жіберген, жарты әскерін. Сөйтіп олар келмей жатып, дүниеден өтіп кеткен пайғамбар. Ана сахабалар қандай сағынышта қалды деймді, өзім ойлаймын, осы қиссаны оқыған кезде. Енді қайтып келіп көреміз деп кетті олар сол сағынышпен. Бірақ қайтып келгенде пайғамбар жоқты араларында. Сонда қараза Абу Бакр деді: "Я Абу Бакр" деді. Жарты әскер ан жаққа кетті. Соларды күтейік. Содан кейін барып мыналар қарсы дегенде жоқ деген. Міне осы жерден ғалымдар
Абу Бәкірдің жалғыз дана емес, батыр болғандығын суреттейді. Не бір батыр сахабалар күтейік деген кезде Абу Бәкір жоқ деген. Дереу міне Алла тағала жеңіс берген адам. Бар жоғы пайғамбарымыздан кейін 2 жыл 6 ай халифа болатын. Сыддық, шыншыл. Алла радиаллаху анху, Алла тағала. Біз көреміз, Алла нәсіп етсін иншалла. Абу Бәкірді көрсек те біз үшін бақыт иншалла. Міне осы кісі екен ғой деп біз көреміз иншалла. Алла тағала сол сахабалармен, пайғамбарлармен бас көтеруді бізге нәсіп етсін. Міне осы кісіні жек көретіндер бар. Алла тағала біздерді содан аулақ етсін иншалла. Қараңыздар міне осы жерден ғалымдар айтады, кейбір адамның жақсылығын дейді, бетіне айтуға болады дейді. Егер әлгі адамның жаңағы біздің тілмен айта берейік, жел қабылдап қалмауына сенімді болсаң дейді. Егер ол адамның қандай да бір бетіп өзгеріп қалатындайын білсең, айтпаған жақсы дейді. Ал егер әлгі адамның қанша бетіне мақтау айтсаң да көтер алатын адам екендігін білсең дейді, осы хадистен рұқсат алады. Өйткені пайғамбарымыз Абу Бәкірді көзінше айтқан, сен солардан болуды тілеймін деді. Өйткені ол кісілер жәннатпен сүйіншіленген адамдар ғой. Бізге хабар келсінші, Аллаху акбар, лабағата жоқ қой. 2 сертификат алып жоқ болып жүрген адамдар. Оған Сахл ибн Сағидин радиаллаху анху, анин нәби саллаллаху алейхи уассалам, Сахл ибн Сағид деген кісі пайғамбарымыздан жеткізеді, Бұхари мен Муслимде келген хадис, пайғамбарымыз айтады, инна фил джаннати бабан юқалу лаху райян. Жәннатта бір есік болады екен, ол есіктің аты Райян болады екен. Көп естиміз, Алла тағала осы есікті көріп нәсіп етсін бәрімізге. Сол кезде міне қуаныш, екінші қуаныш со болады. Пайғамбарымыз айтқан хадисте келген оразашының есігі осы екен ғой дейсің да. Міне сол нәрсені көресің. Райян деген есікті көресің. Сол есіктен берге ел деп шақырылады. Ядхулу минху саимун яумал қиям. Ол есіктен тек ораза ұстаушылар кіреді дейді. Ла ядхулу минху ахадун ғайрум. Ораза ұстаушылардан басқа кірмейді дейді. Қараш, енді ораза ұстай алмай кеткен адамдар болса, бұл есіктен кіре алмайды. Ол 100%. Қандай бір себеппен, заманның таршылығымен ұстай алмай кеткен болса, ұстай алмай жатқандар болса, Алла оларға жеңілдік берсін. Иншалла олардың ниеттері жетеді Құдайға. Алла олардың ниеттерін қабыл етсін. Дұға қылайық иншалла бауырларымызға. Юқалу айна саимун. Сол кезде үн қатылады. Ораза ұстаушылар қайда, ораза ұстаушылар қайда деп. Фәяқумуна. Сонда барлығы орындарынан тұрады дейді. Ла ядхулу минху ахадун ғайрум. Олар іркіліп қала береді. Ораза ұстаушылар кіріп кете береді. Фәиза дахалу уғлиқа фәләм ядхул минху ахадун. Бәрі кіріп болған кезде есік жабылады дейді. Кірамай қалатындар қаншама болады. Бірақ біреулер бар, садақа бабынан есігінен кіру мүмкін. Алла тағала мұсылманнан жәннатты мақрұм етпесін иншалла. Оған Әби Сағид ал-Худри радиаллаху анху қала, Әбу Сағид радиаллаху анхудан келген хадисте, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Ма мин абдини ясуму яуман фи сабилиллахи илля бa'адаллаху бизалика ал-яуми ваджхаху анин нари сабғина хариф. Муттафақун. Бұлдан Бұхари Муслимде келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде кім қандай да бір пенде Алла үшін бір күн ораза ұстаса дейді, Алла тағала оның жүзін 70 жылға тозақтан аулақ етеді дейді. Бұл оразаның пайдасы ағайын. Уа Наби Хурайрата радиаллаху анху. Бұл да муттафақун алейх, Бұхари мен Муслимде келген хадис. Анин наби саллаллаху алейхи салам қала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, Мән сама рамадана иманан вақтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмбихи. Кімде кім Рамазанды, яғни оразаны ұстаса, иман етіп, оның сауабын үміт етіп, Алла берем деді ғой деп. Ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмбихи. Оның өткен күналары кешіріледі дейді. Енді осы жерде сұрақта туындап жатыр кешеде, яғни ол
кіші күнәлар кешіріледі. Ал үлкен күнәға міндетті түрде тәуба керек. Адам арақ ішкен болса, зина жасаған болса, сол секілді Алла сақтасын кісі өлтірген болса, біреудің малын, жанын, дүниесін ұрлаған болса, ол үлкен күнәлардың қатарына жатады. Ол міндетті түрде тәуба жасау керек. Оның 3 шарты бар, білесіздер. Ал енді адамның күнделікті өміріндегі болып жататын кішігірім қателіктер, ол осы ораза ұстаумен, немесе бір жұма мен екінші жұманың арасында, бір намаз бен екінші намаз, қазіргі біздің осы отырғандағы жіберген кейбір қателіктеріміз кішкентай қазір құптан оқумен жойылып кетеді. Құптаннан таң атқанға дейін жіберген кемшіліктеріміз таң намазын оқумен жойылып кетеді. Ал енді үлкен күнәға міндетті түрде тәуба керек. Енді бұл келесі бір тақырып, әрине бұның бәрі өз алдына үлкен тақырып қой, бірақ осы оразаға байланысты кіріп тұрғаннан кейін бұны қысқаша сіздерге тоқталып өтейік. Бұл оразада сауап еселенетін ай. Сондықтан бұл айда адам көптеп жақсылық істеу керек. Ан ибн Аббасин радиаллаху анхума, Аббасқа да, оның баласы Абдуллаға да Алла разы болсын, қала кәне Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам ажуадан нас. Пайғамбарымыз адамдардың ішіндегі ең жомарт еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрметті жамағат бай болған. Бірақ ол байлықты пайғамбар қолында ұстамаған. Беріп жер отыр, келет, беріп жер, келет, беріп жерген. Сондықтан кейде өздерінің жаңағы күндеп, апталап, тамақ іше алмай қалатын күндері болған. Тамақ іше алмай қалатын күндері болған. Абу Бәкірлер, Омарлар іштеріне 1-2 тас байлап, мынау адам қарында ештеңе болғанда бүгіліп қалмау үшін былай тас байлап алады екен, кішкене салмақ болып тұру үшін. Сондай болып кеп тұрғанда пайғамбарымыздың ішінде одан да көп тас байланып тұратын болған. Болған пайғамбарда. Бірақ таратып жеріп отырған. Уакана ажуаду ма якуну фи Рамадан. Ал енді сондай жомарт адам дейді, жақсылықта тырысатын. Рамазан келгенде басқа күндерден басқаша болып кететін болған. Яғни жомарттығы, берейіндігілі құлшылыққа деген ынтасы артып кететін болған. Хина ялқаху Жибрил, әсіресе Рамазан айында Жибрилді жолықтырғанда дейді. Уакана ялқаху Жибрилу фи кулли лайлатин мин Рамадан фаюдарисухул Құран. Пайғамбарымыз әр түні, Рамазанның әр түнінде келіп, пайғамбарымызға Құранды үйрететін болған. Фәлә Расулуллахи саллаллаху алейхи хина ялқаху Жибрил ажуаду бил хайр. Ал енді пайғамбарымыз сол Рамазан келгенде Жибрилді жолықтырғанда қатты мынадай құлшылыққа деген ынтасы артып кетеді. Рамазан, біз солай құлшылыққа ынталануымыз керек. Көп ниет қылуымыз керек. Мен рейхил мурсала дейді. Тіпті жаңағы ескен желдей дейміз ғой, жаңағыдай сондай бір жаңағы белсенді болып кететін болған. Сондықтан мына адам Рамазанда жатып қалмау керек. Рамазан құлшылық айы. Мына Рамазанның әр күнінен сауаптан құр қалмау үшін беретін садақа зекеттерін 30 күнге бөліп қоятындар бар екен. Міне осы айда зекет шығу керек па? Кейбір адамдар кезінде ғалымдарымыз істеген, соңғы 10 күнге бөліп қояды екен. Мысалы 100 мың бергің келі ме? Әр күнне 10 мыңнан бөліп қойды. Өйткені сол әр күннің сауабы. Өйткені 30 күннің біреуі қадір түн, сол зекетіңнің болмаса беретін садақаңның біреуі сол қадір түнге түсіп қалса, сен 1000 айдан қайырлы садақаның сауабын аласың. Алла ақыр берді бізге, парасат берді. Қайта 1000 теңге садақа шығарамыз, соны бөліп қойық. Бөліп 100 теңгеден. Уан Айшата радиаллаху анха. Айша анамыздан келген хадисте радиаллаху, Алла о кісіге разы болсын, қалат кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи салам иза дахалал ашру ахия ал-лайла. Пайғамбарымыз оразада сондай ынталы болып кетсе, соңғы 10 күн кіргенде дейді, о кісі түнді тірілтетін дейді, ұйықтамаған. Әсіресе соңғы 10 күн. Уа айқаза ахлаху, өзі ғана тұрып алған жоқ, отбастарын түгел оятатын аналарымыздың бәрі. Түгел. Уа шаддал ми'зар, және жақсылап
ышқырланып алатын еді, яғни қатынасты тоқтататын еді. Енді осы тағы оразаға қатысты мәселе. Сондықтан бұл екі хадистен біз нені түсінеміз? Оразадағы жақсылық еселену керек, жақсылық арту керек, адам ынталану керек. Өйткені шайтандар байланады, нәпсі аштықтан қиналады, адамның қолы бос жеңілдейді. Сол кезде міне адам Құран оқу керек, намаздар, нәпіл намаздар оқу керек, бұрынғы қазаларды өтеу керек. Енді осы сәресіге байланысты, бұл бәрімізге қатысты. Кейде қойш ішіп алады да таң намазына дейін жата салатындар бар. Түн тарауықтан келеді де жаңа сәресін ішіп алады да, жаңағыда таң намазына дейін уақыт бар ғой дейді да, жаңағыдай ұйықтап алатындар бар да. Жоқ. Сәресіге тұру керек. Сәресіні уақытында ішу керек. Ан Анасин радиаллаху анху. Анас радиаллаху анхудан келген хадисте, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи тасаххару, сәресішіңдер. Фаинна фиссухури барака. Бұхари мен Муслимде келген хадис. Сәресішіңдер дейді. Сәресіде берекет бар дейді. Сондықтан арнайы тұрып сәресіні шу керек. Береке бар о жерде. Яғни сен сәресіштің, береке деген көп мағынасы. Біреу қандай, енді сен сәрес ішіп алғаннан кейін не істейсің? Таң намазынан ең болмаса 2 ракат намаз оқисың. Ең болмаса сен мешітке барып таң оқып келейін дейсің. Көп жерде бәрекет. А сен тарауықтан кейін келесің да, сәресіңді ішіп аласың, ниетіңді қыласың да, оппа жатасың, таң намазың уақытын асықпай кіргізесің да оқисың. Сон намазды үйде оқисың. Тахажжудтен қап қоясың. А сен жаңағыдай сәресіге ыңғайлансаң, демек сәресі зікір айтасың, Құран оқисың. Әрі таң намазына баруға да мүмкіндік болады ояу отырғаннан кейін. Көрдіңіз, сондықтан пайғамбарымыз еді, сәресі ішіндер, өйткені сәресіде береке бар дейді. Демек пайғамбарымыз хақты айтып жатыр. Біз неге одан құр қалуымыз керек? Сондықтан құрметті жамағат, жақсылап сәрес ішу керек. Енді о жерде ғалымдарымыз айтады, әл-барака деген аслуха аз-зияда ва хиял ажр уас-сауап дейді. Яғни ол жердегі барака, берекет деп жатқаны, ол сауап. Сәресіде де үлкен сауап бар. Енді тұрмай қалған болса, ол күнәһар емес әрине. Бірақ сәрес ішкен адамнан сауабы аз. Оған Зайд ибн Сәбитин радиаллаху анху, Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху айтады. Бұл да муттафақун алейх, Бұхари мен Муслимде келген хадис. Қала сахарна маға Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Біз пайғамбарымызбен сәрес іштік дейді. Thumma qumna ila salati, кейін таң намазына тұрдық дейді. Қила кам кана байнахума. Осы сәресімізбен біздің таң намазының арасы қанша болды деді пайғамбарымыз. Қала қадру хамсина ая, яғни 50 аят оқырлықтай уақыт болған. Яғни бұлдан шығады, ғалымдарымыз айтады, сәресіні таң намазына жақындатып апарып шу, ол сүннет болады. Мысалы айтайық, таң намазы 4:40-та кіретін болса, мысалы 4:40-та кіретін болса, демек 4:30-да ауыз жабылу керек, 10 минутқа қанша. Жаңағы сол ана екі ара қайша деп сол ана 30-да жапсаң, азан 4:40-та айтылады, арада 10 минут. Осы қанша болды деген кезде пайғамбарымыз айтты, Сәбиттен сұрады, қанша болды деп сахабалардан. Сонда сахабалар айтты, я Расулалла, бір 50 аят оқырлықтай аят. Приблизительно сол 10 минуттың көлемі. Міне сәресіні соған дейін жақындатып алып бару. Мысалы, қараңыздар, азан егер 4:30-да, 3:30-да айтылады дейтін болсақ, сәресіні 2:30-да ішіп алмаңыз. 3-те ішіп алмаңыз, қатябы 3:10-ға, жаңағыдай 3:20-ға дейінгі шетіндей расчеттау керек та. Өйткені пайғамбарымыз деген сәресіні кешіктіріңдер деген. Яғни ол жерде таң намазына дайындық, соған жақындату бар. Ал енді түннің бір уағында ішіп алам десең, ер көзіңде ғой. Бірақ сәресіде береке бар. Оған Ибн Умарин радиаллаху анхума, Омар радиаллаху анхудың баласы Абдулладан келеді, Алла тағала екеуіне Алла разы болсын. Қала кәна ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам муаззинани. Пайғамбарымыздың 2 азаншысы болған. Билалун ва ибн Умми Мактум. 2 азаншысы болған.
Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз айтады: инна билалан юаззину биллейл. Біләл азан айтып жатқанда сендер факулу вашрабу, жаңағы жеп отырған сәресілеріңді жеп іше беріңдер дейді. Хатта юаззина ибн умме мактум, Мактум азан айтқанға дейді. Ал Мактум айта бастағанда тоқтау керек. Ол осы пайғамбарымыз не істеп жатыр? Яғни сәресінің уақытын таңның азанына жақындап барып ішкеннің берекеті барын айтып жатыр. Енді қараңыздар, имам Муслимде келген мынадай хадис бар сәресіге байланысты. Оған Амр ибн Асин радиаллаху анху, Абн ибн Астан келген хадисте, Алла о кісіге разы болсын, әнна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: фаслу ма байна сиямина ва сиями ахлил китаб аклату сахри. Яғни христиандар мен мұсылмандардың оразасының айырмашылығы дейді пайғамбарымыз айтады, сәресі ішуде дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз сәресі ішудің сүннаттығын, сондықтан адам сәресіге тұру керек. Сәресіде береке бар. Тіпті христиан мен біздің оразамыздың айырмашылығы дейді, сәресі ішуде дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан құрметті жамағат, сәресіге арнайы дайындықпен, әрине бешбармақ асып, қуырдақ жасап емес, жаңағыдай орташа ауыз жабу керек. Әрине болып жатса жейсің ғой. Енді келесі тағы да осы оразаға қатысты тақырыптардың бірі тағжилул фитр. Сосын мынау ауыз ашарға асығу, сәресіні кешіктіру, ауыз ашарға асығу. Бұл пайғамбарымыздың сүннәті. Басқа қауымнан біздің ерекшелігіміз осында. Ан Сахл ибн Сағидин радиаллаху анху, яғни мұттафақун ғалейб, Бұхари мен Муслимде келген хадис, әнна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қала, пайғамбарымыз салсым, ла язалу насу би хайри ма ғаджалул фитра. Адамдар ауыз ашарға асығып тұрады екен, олардан жақсылық кетпейді дейді. Айта ашылатын ауыз ғой деп жүрмеу керек. Адам асығу керек. Яғни ол асығу деген сөз, мысалы ауыз ашар жаңағы сағат 8-де болатын болса, мысалы, сен жаңа 7:30-да ашып ал деген сөз емес. Сен яғни ауыз ашу, қуаныш, соған дайындалу. Ой, қазір міне ауыз ашар уақыт дайындалып қалды деп дәретіңді кеп айтып жатыр ғой. Пайғамбарымыздың бір екі сахабасы бар. Килахума ла я'лу анил хайри, екеуі де жақсылықтан қалыспайтын адамдар. Ахадухума юғаджилул мағриба вал ифтар. Сол екі сахабаның бірі мағриб шам намазымен ауыз ашарды асықтырады, тездетеді. Вал ахару юаххирул мағриб вал ифтар. Ал енді екінші біреу шам намазымен ауыз ашарды кешіктіреді. Фақалат, Айша анамыз айтады сол кезде радиаллаху анха, мән юғаджилул мағриб вал ифтар. Қайсы әлгі екі сахабаның мағриб пен шам намазымен ауыз ашарды асықтыратын? Сонда жаңағы Масруқ айтады, қала Абдулла, яғни ибн Масғуд, Абдулла ибн Масғуд сахабаны айтады. Фақалат, Айша анамыз айтады, хаказа кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яснағу. Мені осылай пайғамбарымыз істейтін еді. Раваху Муслим, Муслимде келген хадис. Сондықтан мені сәресі неге ауыз ашарға адам дайындалу керек, ыңғайлану керек. Осы арада мен бір нәрсені ескертіп кеткім келеді. Мынау ауыз ашарға байланысты. Мысалы, көп адам ниеттері жақсы әрине. Сол ауыз аштырған адамға хадисе бара, сол ауыз аштырған адам ауыз ашқандардың оразасының сауабынан кем алмайды, толық сауабын алады. Мысалы, мен бір ораза ұстадым өзім. Сөйтіп 30 адамға ауыз аштырсам мен сонда 30 ораза, және өзімнің оразам бар, 31 ораза ұстаған боламын да. Қараңыздар. Ол енді қаша, мысал қараңыздар. Кейбір адамдар ауыз ашарға шақырады. Сол кезде ауыз ашарға шақырған кезде сіздер бір талап қойыңыздар. Құрметті жамағат, құрметті қонақтар, мен сіздерді бүгін
ауыз ашарға шақырып отырмын. Бірақ ауыз ашатын құрма немесе сумен менің асымнан ашасыздар. Сол ауыз ашар болып есептеледі. Мысалы, мешітке келді, ауызды ашып алды, мешіттің намы жаңа құрмасы мен суымен, кейін жаңағы кісінің ауыз ашарына болса, ол ауыз ашар болмайды. Өйткені ол ауыз ашардың сауабын мешіт имам алып қойды. Сондықтан сіздер ауыз ашарға адамды шақырған кезде айтыңыздар: құрметті жамағат, менің шақырып отырғаннан кейін менің асыммен, менің құрмаммен, немесе менің бір тамшы суыммен ашыңыздар деп айтыңыздар. Сондықтан да міне араб елдерінде болсаңыздар, білесіздер, бұл араб елдерінде мына шам уақыты таяған уақыттан бастап көшеге балалары құрма көтеріп шығып кетеді. Бәрінің мақсаты менікімен ашса екен, менікімен ашса екен, менікімен ашса екен дейді. Өйткені сол ауыз аштыру деген. Бізде жаңағы үйінен аузын ашып алады, суға құрмаға тойып алады, сосын ауыз ашарға келіп отырады. Ол келмей қой олай болса. Кім ауыз ашарға шақырды, қиянат жасамаңыз. Барып соның дастарханынан барып, соның асынан барып ауыз ашыңыздар. Сондықтан міне көрдіңіздер ме, ауыз ашар деген қиын нәрсе емес. Ауыз ашты бір дастархан жаю шарт емес. Мысалы, мешітке келді, құрма қойып кетті, сол күні сол құрмамен ашты ма, демек сол адамның ауыз аштырды да сол күні жамағат. Бір пачкада ішінде қанша құрма болады? Күніне бір пачкадан 30 пачка құрма сатып ал, 30 пачка. Соны әр күні мешітке келген кезде алып келді, ақырын таратып беріп отыр адамдар. Сондықтан мынау біз енді Мысырда болдық, Мысырда қалай? Мынау шамның уақыты таяған кезде, анау біреулері компотын дайындайды, біреулері жаңағы согын дайындайды, біреулері суын дайындайды. Сөйтіп әкелері келеді да мешіттің анадай жеріне отырады. Қастарына кішкентай балаларын ертіп алады. Сөйтіп мешітте былай жамағат отырады ғой. Сөйтіп ана тарқатады. Жаңа бір стақан сок, компот немесе сөйтіп құрмасымен. Анау әкеп бет, менікін алшы дейді, қоя сал дейсін, алдыңа қойып кетеді. Сөйтіп ана жерде отырған бала, жаңағы адамның баласы келеді. Оныкі құрма сүтке салынған құрма болады. Енді бірінші таттыру үшін асығады олар. Сондықтан ана жерде әр түрлі бір жаңағыдай не етеді да. Сөйтіп ана алдыңда жаңа құрма тұрады, компот тұрады, сосын жаңа сүтке салынған құрма тұрады да. Сосын сен бірінші ананың өзіңе жақсы көргенінен бастайсың да. Солай анау бірінші асыруға асықтырудың мақсаты сол. Мысалы, Ораз имам сіздерді мына жерге асханаға ауыз ашарға шақырды. Мешітке келдім, мен құрмаммен сіздерге аштырып алдым. Негізі сіздердің ауыз ашырғандарыңыз мен, бірақ имам тамағын жеген сендер. Сондықтан сіздер ауыз ашарға келішқанда ауыз ашар, сондықтан ана кісі дайындалып, ниеттеніп шақырып отырғаннан кейін сауапы барсын деп ниеттеніп барыңыздар. Түсіңіздер ғой? Өйткені сіз ораза ұстағаннан кейін сол сізден сауап үміт етіп, ол сол шақырып отыр. Ана біреулер ауыз ашарға барып өздерің бүйтіп суын ішіп отыратындар болады. Немене келдің онда сен? Саған аштырам деп шақырып отырған ақадал асын жайып. Сондықтан міне бұл ауыз аштырар құрметті жамағат, Алла ниеттеріңізді қабыл етсін, сол ораза ұстаған адамның сауабын алады ол. Ол сол күні қайша Құран оқыды, сол күні ол қайша нәрсе жақсылық істеді, сауабының бәрі соған кіреді. Бірақ жаңағыны бірінші аштыруға. Сондықтан мысалы жамағат мешіттің асханасын аштыратын күні, мысалы сіз имамға айтыңыз: бүгін мен ауыз ашар беріп жатырмын, сондықтан мешітке намазға келген кезде бүгінгі мешіттің ауыз ашардағы мешіттегі шам намазында құрма менің құрмам болсын деп солай дайындатып қой. Сөйтіп осы жерден аузымызды ашамыз, сосын дастарханға барамыз. Ол сенің құрмамен ауыз ашқан болып есептелінеді. Ана жаққа ауыз ашасыздар дейді, мешітке имам өзінің құрмаларын қойып қояды да, технично. Сондықтан сіздер көрдіңіздер ме? Алла Тағала Құранда айтады: "Фастабиқул хайрат", жақсылықта жарысыңдар дейді. Сондықтан мына мешіттегі ауыз ашар уақытты бөліп алыңыздар. Бүгінгі шам намазында құрма таратуды мен алам, ертеңгі деп таласу керек адам. Құрметті имам, бүгінгі күні мен ғана таратайшы құрманы деп. Ертең кім таратып отырса таратсын, бір күнді алып ал. Шам намазы қанша бір құрмадан, бір стақан судан таратып шықсаң, сен ауыз аштырдың осынша адамға. Болмаса ана воротадан тұрып алып мешітке жүгіріп келген сол жерден ауыз аштыра бер. Ана көшеден күтіп ал болмаса. Жақсылықтың есігі ашық. Соны жасай білуіміз керек бізде. Әлі күнге дейін білмейміз көбіміз. Сондықтан мына жаңағы мешітте ауыз ашар
бердіретін адамның жеке құрмасын суын қойыңыздар иншалла. Өйткені ниеттеніп, сол мұсылмандар пайғамбарымыздың хадисі сауабын алуға ниеттеніп отырған бауырларымыз Алла тағала сауап нәсіп етсін. Енді тағы бір хадис құдсида келеді. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху, Абу Хурайрадан жеткен хадисте имам Тирмизи риуаят етеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам қала азза ва джалла. Хадис құдси. Ахаббу ғибади илайя ағджалухум фитра дейді. Алла тағала айтады, ең жақсы көретін пендем дейді, ауыз ашарға асыққандарды жақсы көремін дейді. Міне кім ауыз ашарға асықса, ол Алланың құлшылығы ғибадатқа асылған болады. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.